Всем привет, достар, артықпанға мән бермейміз. Короче, мен көп уақыт YouTube түсірмеппін, сол үшін түсірейін деп жатырмын. Мен көбіне Instagram ашып, Instagramда влогтар бастап кеттім. Instagramда подписчиктерім нормальный енді. Бірақ сендер де өте жақсысыңдар, ұнайсыңдар маған. Мен бірақ ұмытып кетіппін. Вообще 2025-те ғана салыппын. 2026 мүлдем салмаппын. Енді YouTube'пен де, Instagram'мен де салатын боламын ғой. Осындай 180 секундтық, 3 минуттық видео салайын деп жүрдім. Енді осылай ауызша сөйлеген. Мен дауысым негізі осылай, білмесеңіздер айтып жатырмын. Сол енді сіздермен бір айтатыным бар еді. Мен 2025 жаңа жылда, яғни жаңа жылда түнгі 12-де сізге чайдың коммуникаторымен қарсы алдық. Және мен оны қалада емес, ауылда тойладым. Ауылда өте қызық болды. Ауылда менің достарым да бар. Және жеңшемнің бауырлары да бар. Өте қызық болды. Сыйлықтар берді, ойындар ойнадық, және аспанда салют атылды. Маған өте қатты ұнады, өте қатты. Көкем де бар, жеңшем де бар. Тағы да көкемнің бауырлары бар. Сондай. Сол менің осы айтатын жаңа жылдағы болған оқиғаларды айтып берейін. Бірақ 2 минут болыпты уже. Сонда да айтып үлгерсем болады. Уже айтып біттім бір бөлігін. Мен іштің кезде манты жедік. Тамаққа дейін айтамын. Манты жедік. Күшті салют атылды, бізді төбеге кереді. Парх. Сондай салют атылды. Ол мен өзімнің ауылым емес, мамамның ауылы. Өте күшті ауыл, маған негізі 100%, бірақ 100-ден де жоғары деп айтуға болады. Маған ол ауыл өте қатты ұнайды, және ояқтағы адамдар да ұнайды. Менде тек ояқта бір өзім жүрмеймін, тағы да достарым бар. Достарым бар. Мен досыммен бірге клубына, яғни қосымшасына бірге баратынмын кейде. Бірақ мен ұмытпаңыздар, сабақ кездері бармаймын, сабақ емес кездері, демалыс кездері барамын. Сол, бай-бай. Видеоны өшіруге қимай тұрғансың ғой, короче.